Анемия дегеніміз не? Қан аздық, анемия, қан құрамындағы эритроциттердің гемоглобиннің азаю салдарынан ағзадағы тіндерде оттегінің жеткіліксіздігінен туындайтын ауру. Сәлем достар, сіздермен бірге Авиценна медициналық каналы. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны бастамас бұрын каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Ағзада қалыптыда гемоглобин ер адамдарда 130 грамм литр, әйел адамда 120 грамм литр болу керек. Гемоглобин қан құрамында оттегіні бүкіл жасушаларға тасымалдайтын эритроциттің бөлшегі. Жасушаларға оттегі жеткізеді, жасушалар оттегімен қоректенеді де зат алмасуға ұшыратып, өзінен көмір қышқыл газын бөліп шығарады. Гемоглобин бөлінген көмір қышқыл газын алып өкпеге алып барып, өкпеден оттегіні алып, қайтадан жасушаға жеткізеді. Гемоглобин осылайша бүкіл организмді, соның ішінде миды да оттегімен қамтамасыз етіп, қажетсіз көмір қышқыл газын шығарып отырады. Анемияның түрлері. Постгеморрагиялық анемия – бұл қан кетуден кейінгі дамитын анемия түрі. Жедел және созылмалы постгеморрагиялық анемия деп бөлінеді. Операциядан соң қан кетулер, асқазан ішектен қан кету, бүйректен қан кету, жиі мұрынның, қызыл еттің қанауы және де осы түріне аллергиялық дерматит немесе диатез де жатады. Аллергия немесе диатез болғанда да темір өте көп мөлшерде жоғалады. Қан түзілудің бұзылуынан немесе жетіспеушілігінен болатын анемия. Оған темір тапшылықты анемия, фолий қышқылы және витамин В12 тапшылықты анемия жатады. Тұқым қуалайтын анемиялар. Оларға апластикалық, гипопластикалық және гемолитикалық анемия, яғни талассемия жатады. Жалпы эритроциттер 120 күн өмір сүреді. 120 күннен соң эритроциттер тіршілігін тоқтатады да, құрамындағылар бөлініп шығып, гемоглобин, билирубин тағы басқа организмнен шығарылады. Ал гемолитикалық анемияда уақытына жетпей ыдырай береді, түзіліп үлгермейді, содан анемия пайда болады. Гемолитикалық анемияда билирубиннің өте көп бөлініп шығуынан сарғыштықта пайда болады. Ауырлық дәрежесіне байланысты анемияны жеңіл дәрежесі 110-90 грамм литр аралығы, орташа дәрежесі 89-70 грамм литр аралығы, ауыр дәрежесі 70-50 грамм литр аралығы, өте ауыр дәрежесі 50 грамм литрден төмен. Анемияның белгілері: неврологиялық бас ауруы, бас айналуы, зейіннің нашарлауы, құлақтағы шуыл, жүрек айнуы, әлсіздік, мазасыздық, ұйқышылдық, балаларда психологиялық дамудың артта қалуы, естен тану, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, ашуланшақтық және бұлшық тонусының әлсіздігі болады. Эпителиалдық, терісінің құрғауы, шашты қабаттарының бозаруы, шаштарының көптеп түсуі мен ұштануы, тырнақтарының сынғыштығы, тершеңдік болуы да мүмкін. Ас қорыту жолдарында тамаққа тәбет болмауы, бензиннің, красканың иісіне құмарлық, топырақ жеуі, стоматиттер, іш қатуы, іш өтуі болуы мүмкін. Иммундық жүйесінде иммунитеттің төмендеуінен жедел инфекциялық аурулармен жиі ауырады. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс.